Сонау есті жоқ ерте замандарда адамзат баласы дәрі-дәрмек деген дүниені мүлде білмейтін. Олар өздерінің сырқаттарынан айығу үшін халықтық амал-тәсілдердің көмегіне жүгінетін еді. Сондықтан да шөптерден жасалған дәрілер бүгінге дейін маңызын жоғалтпай келеді. Және де дәрілік өсімдіктер адам денсаулығына ине мен дәрі-дәрмекке қарағанда әлде қайда қауіпсіз келеді. Себебі таблеткалардың құрамында сіздің ағзаңыз қабылдай алмайтын химиялық заттар болуы мүмкін. Бірақ біздің айтқымыз келгені бұл емес еді. Достар, біздің арнамызға 97% көрермен тіркелусіз қарайды екен. Егер сіз менің арнама тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір тіркеліп қойыңыз. Сіздің үйіңіздің терезесінде алоэ аталатын кереметтей өсімдік өсіп тұр ма? Жоқ, өте өкінішті. Осы жазбадан кейін алоэні өсіріңіз. Ол сізді өзінің жасыл көйлегімен ғана емес, шипалық қасиеттерімен де қуантатын болады. Жер бетінде алоэнің 300-ден астам түрі бар. Және оның әрбірінің өзіндік қасиеттері бар. Мәселен, бұта қалпындағы түрі ішкі ағзаға жақсы әсер береді. Ағаш түріндегі алоэ сыртқы сырқаттарға қарсы тұра алады. Алоэ өте қарапайым. Оның өсуіне ылғал мен жарық жеткілікті. Оның көбеюі де қиындық тудырмайды. Ұрықпен де, оталармен де, сабақтармен де, тіпті жапырағымен де өніп кете береді. Білесіз бе, айдай әлемге танымал Клеопатра ханшайымның өзі алоэден жасалған кремді жаққан екен. Дәрігер диоксид алоэ жараларды емдеп, ұйқыны тыныштандырады деп жазып кеткен. Алоэ шырыны иммунитетті нығайтып, пайдаланылған өндіріс бұйымдарын бастапқы қалпына келтіріп, бактерияға қарсы күресе алады. Басқа өсімдіктер секілді, алоэ да көміртегін жұтып, оттегі шығара алады. Сондықтан да оны ұйықтайтын немесе адам көп жүретін бөлмеге қойған жөн. Алоэ екі қабат әйелдер, үйрек, өт қабы, цистит, геморрой ауруларымен қиналатын адамдарға кері әсер етеді. Сондай-ақ қан қысымында ауытқушылығы бар адамдарға да алоэге жақындауға кеңес берілмейді. Алоэні қандай жағдайда қолдануға болады? Тәніңізді тыныштандыратындай ванна қабылдағыңыз келсе, 3 ас қасық шырынды 2 стақан сүтке және жалбыз тұнбасына қосып, жылы ваннаға қосасыз. Мұндай ваннада 15 минут жатуға болады. Күйік шалғанда, іріңді жаралар пайда болғанда алоэні қойып, дәкемен таңып тастау керек және әр 2 сағат сайын ауыстырып тұру керек. Ол үшін алоэ-нің жапырақтарын жуып, бинтке қойыңыз да аздап жаншыңыз. Содан кейін барып ауырған жерге қойыңыз. Аяулы нәзік жандыларымыз алоэден маска жасай алады. Ол үшін алоэнің 1 ас қасық шырыны мен қаймақты араластырасыз да, оған жұмыртқаның сарысын қосасыз. Қоспаны таза бетке жағып, 15-20 минут ұстаңыз да, жылы сумен шайып тастаңыз. Нәтижесінде теріңіз жылтырлап, сұлулана түседі. Иммунитетті көтеру үшін алоэ шырыны мен балдың қоспасын жасайсыз. Шырынды алу үшін 15 см болатын бірнеше жапырақты үзіп алып, сумен 1 рет шайып жіберіңіз. Таза стаканды дәкені немесе мәрліні алыңыз. Қолыңызды тазалап жуыңыз да, сол мәрлінің бетіне әбден кескілеген алоэні қоясыз. Оны қолыңызбен қатты сығып, суын стаканға тамызасыз. Дайын шырынды балмен араластырасыз. Бұл қоспаны күніне 3 рет 1 шай қасықпен тамақтан жарты сағат бұрын ішіп тұрыңыз. Пайдалану уақыты 3 апта. Егер суық тигізіп алсаңыз, алоэнің жаңадан жасалған шырынын әрбір 3-4 сағат сайын 2-3 тамшыдан тамызып тұрыңыз. Бұл әдісті 2-3 күннен артық жасауға болмайды. Егер сізде гастрит асқазаны жарасы болса, немесе тәбетіңізді жақсартқыңыз келсе, күніне 2-3 рет алоэ шырынын ішіңіз. Ларингит, тамақ ауырсыны кезінде тамағыңызды, аузыңызды алоэ шырынымен шайыңыз. Мінекей, терезенің алдындағы алоэнің бір бойынан осыншама үлкен дәріхана жасап алуға болады екен. Оның пайдаңызға жаратыңыз да суаруды ұмытпаңыз. Достар, біз видеоның соңына да келіп жеттік. Видео ұнаса арнаға тіркеліп,
лайк басыңыздар.